Қазір сіздер 3-ші сынып дүниетаным пәні сатылай кешенді оқыту технологиясымен құрылған сабақ барысын көресіздер. Адам өміріндегі ең қымбатты отбасы. Отбасы белгілі дәстүрлерді, өнегелі өсиеттерді, мұралар мен салт дәстүрдің сақтаушысы. Отбасы баланың азамат болып қалыптасуының негізі болып табылады. Бүгінгі біздің сабағымыздың да тақырыбы отбасы жайында болмақ. Ендеше келесі сөзді мен оқушыларына беремін. Сен бақытты ұлансың, авторы Қуанышбеков. Анан күнің жүрегің, әтегің өмір тірегің. Сен бақытты ұлансың, бәрі саған қуансың. Әсең асыл ардағың, атаңдан қорғаның. Сен бақытты ұлансың, бәрі саған қуансың. Аған қамқор асқарың, інің мөлдір аспаның. Сен бақытты ұлансың, бәрі саған қуансың. Өгенің жайында және күндер туралы айтылды. Анамыздың күні шуағы екендігі туралы. Дұрыс, тағы да Ата-аналар жайында. жақсы. Отбасы жайында. Ата мен әженің дара да дана жандар екендігі жайында айтылып тұр. Сенің бақытты ұлан екені жайында. Бұл өлең отбасы мүшелері жайында. Дұрыс айтасың балалар. Отбасы, бір сөзбен айтқанда отбасы мүшелері жайында. Ендеше қазір біз сендермен отбасы тақырыбын сатылай кешенді талдайық. Анықтама: отбасы бірлесіп күн көретін, туыстық қатынасып тұратын адамдар тобы. Тағы 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Аталған күн 1993 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен бекітілген. Отбасының толық және толық емес түрлері болады. Толық отбасында ата-анасы, балалары және әдетте әкесі анада, шешесі анада, аға ұрпақ өкілдері атасы мен әкесі болады. Толық емес отбасында ата-аналары балалардың біреуінің ғана болуымен сипатталады. Толық және толық емес отбасында тек жағдайда заң және мемлекет арқылы қорғалады. Ерекшелігі қазақ халқы бірінші туған баланы тұңғышым, одан кейінгілерін ортаншы, ең соңғы туған перзентін кенже деп атайды. Бұрынғы дәстүр бойынша әке мұрасы кенже ұлға қалған. Оның үйі қара шаңырақ деп аталады. Балалар ата-аналарын асырауға, сыйлауға, құрметтеуге тиіс. Отбасындағы қарым-қатынастар. Табиғат бүкіл адамзатты еркек пен әйел, ұл мен қызға бөлген. Әке отағасы отбасында әйел мен балаларына қамқорлық жасап, үйдегі ауыр жұмысты өзі атқару керек. Әйел ежелден ақ отанасы болған. Ол тамақ дайындаған, балаларды тәрбиелеген, үй шаруасымен айналысқан. Ата-анаға тірек болу және қолдау балалардың борышы. Отбасылық қажы. Ата-ананың ересек балалардың еңбекақысы, ата мен әженің зейнетақысы отбасылық қаржытты құрайды. Әке мен ана отбасылық қаржытты дұрыс ұстайлады. Негізгі ақша тамаққа, киімге, пәтераққа, жылу, жарық, су, тағы басқаларына кетеді. Отбасында бала бақшаға баратын бүлдіршін немесе жоғары оқу орнына оқитын бала болса, оның ақшасына отбасылық қаржыттан төленеді. Нәтиже отбасы әр адамның шағын отаны. Отбасыдан өсіп-өніп тәрбие алады. Біз жастарымызда өзгелерге қамқор болып, ата-ананы, үлкендерді құрметтеп, олар жақсы көруді отбасына үйренеміз. Бізге ең жақын, ең қымбат жандар отбасында, яғни бізбен бірге жанымызда болады. Отбасы ата мен әжеден тарап шалды мемлекетке айналады. Рахмет. Отбасынан басталады. Отбасы сыйластық, жарасымдылықтың орнаған ортасы, кішкентай отанымыз. Ендеше балалар, сабағымыздың қорытындылай келе, отбасы жайындағы тақырыбы бойынша өзіміздің ойымызды, пікірімізді түйіндейік. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Ата асқақтау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Отбасы саны сыйластық. Отан қуат, отбасы шуақ. Әкеден ақыл, анадан мейір. Ұядан не көрсең ұшқанда соны ілес.
үлкен қадір балалы болуны білесіз. Алдында құрмет, алдында қызмет. Ата-анаңды қадірле. Отбасы арнамыз, қуаныш пен бақыт, тілек пен үміт ұятсың. Еліміздегі әрбір отбасының керегесі кең, шаңырағы биік болсын. Біз әрбір сабақта тек қана дүниетаным емес, сонымен қоса қазақ тілі әдебиеттік оқу сабақтарында осы сатылай кешенді талдау технологиясымен жұмыс жасаймыз. Дүниетану сабағында балалар осылай жұмыс жасауға дағдыланған, әрбір жаңа тақырыпты өткен кезде олар мәтінмен толықтай танысып, анықтамасын, тану және ерекшелігі өздері анықтап, ең соңында қорытынды мен нәтижесін шығарады. Қорытындысын мақал мәтел, нақыл сөздер не болмаса, бір-екі сөйлеммен өз ойларын түйіндейді. Оқушыларына көп рахмет, Динара апай, сіздің еңбегіңізге үлкен табыс тілейміз. Сұрақ болса, еңбек түбі береке мақалына синтаксистік талдау дейді. Сөйлемде бір тігіс белгі бар. Ол нүктені қойылу себебі ойда аяқтап, сөйлемді тиянақтап тұр. Айтылу сазбен басына қарай хабар түсірем, себебі ой баяндай жеткізіп тұр. Басына қарай жай сөйлем, себебі бірнеше сөзден құралып кел, тиянақтап бір ғана ойды білдіріп тұр. Тағы да сынап көреміз бе? Жоқ, рахмет бар. Шоқты рахмет сіздерге. Анықтама пайдалы қазбалар жер қойнауынан немесе жер бетінен қазбаланатын тау жұмыстары. Тану. Қазақстанда жер шарында пайдалы қазбалардың барлық түрлері бар. Пайдалы қазбалар қатты, сұйық және газ түрінде болады. Қатты тау жұмыстары. Гранит, мәрмәр, тас көмір. Сұйық пайдалы қазбалар. Мұнай, сынап, газ тәріздес пайдалы қазбалар. Табиғи газ. Қасиет жағынан үш топқа бөлінеді. Жанғыш пайдалы қазбалар, кенді пайдалы қазбалар. Қасиет жанат жылу береді, мысалы тас көмір, мұнай бар. Из бар, майыздар, мұнай. Жұмсақ бор, қатты темір. Жеңіл алюминий. Маңызы үйді жылыту үшін табиғаттан газ, көмір, тағы басқаларын өндіреміз. Жеңіл алюминийден ыдыс, машина, тағы басқаларын жасаймыз. Табиғаттан тұз аламыз. Өсімдіктерді үстемен тыңайтқызамыз. Нәтиже, тақырыпты сатылай кешенді талдап отырып, негізгі мәліметтер алды. Не туралы негізгі мәлімет алды? Пайдалы қазбалардың туралы негізгі мәліметтер алды. Рахмет сіздерге балалар. Келесі сөз кезегін номері 66-шы мектеп лицейі номер 3 тілді осы технология арқылы қалай меңгергендіктеріне көз жеткіземіз. Қазақ тілін, ағылшын тілін, орыс тілін меңгерген оқушылар өз білімдерін ортаға салмақшы. Негізінен алғанда, өзге тілді меңгертуде ежелден келе жатқан мынандай бір қағида бар. Ана тілін меңгертуде ең алдымен әр оқушы, әр бала өз ана тілінің жетік меңгеру керек. Содан кейін барып қана басқа тілдерді меңгеру керек екен. Осы негізге алған кезде сатылай кешенді оқыту технологиясының өзі ең алдымен теориялық білімінің өзі ең алдымен қазақ тілінде берілді. Сол негізде қазақ, орыс тілі және ағылшын тілдері үйретілді. Бүгін міне сіздердің алдарыңызда 66-шы мектеп лицейі мен 4-ші мектеп гимназиясының оқушылары тілдік материалдарды 3 тілде талдайды. Ендігі кезекті оқушыларға берейік. Құрметті оқушылар, мына нақыл сөзге көңіл бөліп қаралық. Тіл достықтың алтын көпірі. Енді осы сөйлемді 2-3 тілде аударып, қазақ және орыс тілдерінде синтаксис талдау жасап көрейік. Орыс тілде язык мост дружбы. Қазақ тілінде ағылшын тілінде language is a bridge of friendship.
Синтаксистік талдау. Сөйлемде екі тыныс белгі бар. Олар нүкте және сызықша. Нүктені қойылу себебі ойды аяқтап сөйлемді тиянақтап тұр. Сызықшаны қойылу себебі бастауыш пен баяндауыш есім сөздерден болғандықтан бастауыштан кейін сызықша қойылып тұр. Айтылу сазбен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем. Себебі ой баяндай жеткізіліп тұр. Құрылысына қарай жай сөйлем. Себебі бірнеше сөзден құралып келіп, тиянақты бір ғана ойды білдіріп тұр. Жай сөйлемнің түрлері. Жай сөйлемнен анықтау үшін сөйлемдегі сөздерді сөйлем мүшелеріне қарай талдаймыз. Ол үшін ең алдымен сөйлемнің баяндаушын табамыз. Себебі баяндаушысыз сөйлем болмайды. Баяндауыштың орны шартты түрде тұрақты. Түрі несі? Көпірі, дара, зат есімді, тәуелдік тұлғалы баяндауыш. Баяндауыш арқылы бастауышты табамыз. Көпірі не? Тіл, дара, зат есімді, атау тұлғалы бастауыш. Бастауыш пен баяндауышты қатыстыра отырып сөйлемдегі түрлаусыз мүшелерді табамыз. Тіл ненің көпірі? Достықтың, дара, зат есімді, ілік тұлғалы берік анықтауыш. Тіл достықтың қандай көпірі? Алтын, дара, сын есімді, сапалы анықтауыш. Жай сөйлем түрлеріне қарай жайылма сөйлем. Себебі түрлаулы мүшелермен қатар түрлаусыз мүшелер де бар. Толды сөйлем, себебі ойға қатысты сөйлем мүшелер толы. Жақты сөйлем, себебі сөйлем қатышы бар және ол айқын. Синтаксический разбор предложения. Язык – мозг дружбы. По цели высказывания это предложение повествовательное, потому что в нем сообщается информация. По эмоциональной окраске не восклицательное, потому что в нем не выражены чувства. По построению простое, потому что в своем составе имеет одну грамматическую основу. По составу двусоставное, потому что грамматическая основа состоит из двух главных членов предложения, из подлежащего и высказываемого. По наличию и отсутствию второстепенных членов предложения распространенное, потому что в нем есть второстепенный член предложения. По наличию и отсутствию необходимых членов предложения полный, потому что в нем все необходимые члены предложения налицо. Главный член предложения – подлежащий язык, потому что связано со сказуемым «мозг» и отвечать на вопрос «что». Выражено именем существительным в единственном числе в именительном падеже. Сказуемое «мозг», потому что связано с подлежащим язык и обозначает предмет и отвечает на вопрос «что». Сказуемое выражено именем существительным в именительном падеже в единственном числе. Подлежащие и сказуемые выражено именами существительными, и между ними пропущена связка. В таком случае после подлежащего ставится тире. Второстепенные члены предложения – это такие члены предложения, которые поясняют главные или другие члены. Дополнение дружбы, потому что связано со сказуемым и отвечает на вопрос «чего?». Дополнение выражено именем существительным в родительном падеже в единственном числе. Ребята, вы любите загадки? Да. В таком случае отгадайте загадку. Без рта, без языка, а разговаривает. Книга. Молодцы, прекрасно. Коли так, давайте покажем нашим гостям разбор слова «книга» на 3 языках, фонетические. В этом слове два гласных звука, значит два слога. Слово «кни» открытый, потому что начинается с согласного звука и заканчивается гласным звуком. Слог открытый, потому что начинается с согласного звука и заканчивается гласный звук. Это слово переносится в одном случае «книга», потому что в слове два слога и соответствует принципу слогового переноса. В русском языке ударение разноместное. Гласный звук под ударением произносится отчетливо. В этом слове ударный звук «и», первый в слоге «кни». В этом слове два гласных звука, потому что при произношении этих звуков воздушная струя не встречает никаких преград в полости рта. Буква «и» при произношении дает нам звук «и», гласный ударный. Буква «а» при произношении дает нам звук «а», гласный безударный. В этом слове три согласных звука «к», «д», «г», потому что при произношении этих звуков воздушная струя не встречает различные преграды в полости рта. Буква «к» при произношении дает звук «к». К согласный, глухой, твердый, парный, «г». Буква «н» при произношении дает звук «не». Согласный, звонкий, мягкий, непарный. Согласный звук «г» при произношении дает нам звук «г». Согласный, звонкий, твердый, парный, пара «к». В этом слове 5 звуков.